Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін шелпек пісіретін боламыз. Ең алдымен 1 стакан жылы суымызға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең түбін құймаймыз, себебі ол жерде тұздың біраз қалдықтары қалады. Осы судың үстіне 3 шай қасық сұйық майымызды қосып араластырып жібереміз. Және де үстіне ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұн менде мөлшерімен 3 стакандай кетті. Сіздер де судың мөлшеріне қарай жақсы қамыр еленгенше ұнды үстіне қоса бересіздер. Қамырымызды жақсылап илеп, тындырып 10 минутқа қоя тұрамыз. Бетін не салафанмен жапсаңыз болады, немесе осындай тегіштің өзімен жауып қойсаңыз болады. Он минуттан кейін қамырымызды жақсылап тындыру үшін тағы бір рет басып қайтадан жауып қоямыз. Жақсы тынған қамырымыз осында жұмсақ бір келкі болып шығады. Осыны енді біз 11 бөлікке бөлеміз. Егер де сіз бұдан аз 7 шелпек шыққан қаласаңыз, жарты стакан суға ересеңіз болады. Онда ұн мөлшері де аз кетеді. Мінекей менде барлығы 11 бөлік шықты. Оны біз қолмен домалақтауымызға болады, немесе осылай столдың үстіне қойып домалақтап бір келкі қылып қойсақ болады. Сізге қалай ыңғайлы, сол әдіспен домалақтап жасайсыздар. Мінекей дайын болған 11 бөліктің бетін мен осылай целлофанмен жауып қоямын. Ол күйіп кетпеу үшін. Және де шетіне ыдысымызға ұнды сеуіп, үстіне ақырын басып, екі жағында ұнмен басып алғаннан кейін кішкентай оқтауымызбен жаямыз. Шелпектің қалыңдығы өте қалың болмау керек, немесе өте жұқа болуында қажеті жоқ. Жайғаннан кейін 2-3 мм-дей қалыңдықта жетеді. Осылай барлығын жайып, жұмсақ матаның үстіне қойып қоямыз. Енді майымызды әбден қыздырғаннан кейін үстіне біртіндеп бисмилля деп шелпегімізді салып пісіреміз. Байқасаңыздар, шелпегіміз осындай үлкен болып көтеріледі. Және де біз қатты қызартпаймыз. Және екінші жағына дейін ауыстырып қоямыз. Бұған біз 1 минуттың ішінде бір шелпегімізді пісіріп аламыз. Піскен шелпегімізді майын сорғу үшін салфеткалардың үстіне немесе ақ қағазды жайып, соның үстіне қоясыздар. Оның майы кішкене сорғу керек. Бұл шелпекті дайындауға бар жоғы 30 минут уақытымыз кетеді. Таңертең тұрып, тез илеп, ашытпай-ақ пісіре беруге болады. Құрамында ешқандай ашытқы қоспаймыз, ашытпаймыз. Ешқандай жұмыртқаның қажеті жоқ, тек тұз, сұйық май, сумен, жылы сумен илейтін боламыз. Сонда осындай үлпілдеп және де үлкен болып көтеріледі. Мінекей достар, мен осылай кішкене сорғытып қағаздың үстіне қойып шықтым. Тарелкамыздың үстіне қойып дастарханға ұсына берсек болады. Осындай жылдам дайындалатын шелпектің рецебті ұнаса, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира, ас болсын!